Қайырлы күн достар. Бүгін біз отбасымызбен сүйіп жейтін фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Бұл корейлік тағам десек те болады. Ең алдымен етімізді осылай соломка қылып турап алып, жақсылап қуырып аламыз. Қызып тұрған майға. Бір ыдысқа фунчоза кеспесін салып, оған ыстық қайнап тұрған суымызды салып алып, оны араластырып аламыз. Оны 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан соң оны міндетті түрде суық суға салып алыңыз. Сол кезде арасы жабыспайтын болады. Сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Және де оған тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қиярымызды да помидормен көк пиязымызды жақсылап осылай ұсақтап турап аламыз. Жаңағы қуырылып жатқан етке осылай фунчозаға арналған приправамызды қосып аламыз. Бұл салатқа өте ерекше дәм береді. Үккіштен өткізіп алған сәбізімізді, қиярымызды, помидор мен көк пиязымызды фунчоза кеспесіне саламыз. Және де ыстық боп тұрған етімізді саламыз. Еттің жылы боп тұрғаны ештеңе етпейді. Бұл қайтаға салатқа ерекше дәм береді. Сосын тұзымызды, бұрышымызды қосып аламыз да жақсылап араластырамыз. Және де осындай чим-чим деген приправаны қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне, осылайша үй жағдайында дайындалатын фунчоза салат дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады. Қош, сау болыңыздар.